Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай нанның рецептін ұсынамын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Бұл нанды жасау үшін мен ашыған айранды қолдандым. Және өте көп мөлшерде жасадым. Сіздер осы рецепті 2 немесе 3 есеге азайтып, аздау нан шығарсаңыздар болады. Менде мында 2 литр 800 грамм айран бар. 3 шай қасық ашытқы салдым. 3 ас қасықтай қант салдым. Және 1 ас қасықтай тұз салдым. Сұйық май қосамыз. 150 граммдай. Және ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осы рецепт бойынша менде 8 нан шықты. Сіз осы рецепті қайталағаннан 2-3 есеге бөліп, өзіңізге 2-3 нан шығарсаңыз болады. Қамырды 1 сағаттай ашуға қойып қойдым. Қамырым осылай көтерілді. Қайтадан басып, қамырды осындай бөліктерге бөліп, пергамент қағазы төселген противенге салып, пышақпенен осылай батонның бетіндегі сызықтарды кесіп шықтым және жұмыртқаны жағып шықтым. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай шамасында пісіп шықты. Нан өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыздар.